Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай керемет бір жасағаннан шығатын, үйде шаймен ішуге таптырмас тәтті болып табылатын печенье дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан керемет, үгітіліп тұратын, ауызға салсаң еритін печенье болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіз және ойыңыздағыдай болып шығады. Біз ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Оны ағарып шамалы өз қалпын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Осындай керемет болып шығу керек майымыз. Енді оның үстіне қаймағымызды саламыз. Сармайдың жоғарғы процент болғаны жақсы. Енді үстіне тұзымызды және және қант ұнтағымызды қосып, барлығын миксерлейміз. Қант ұнтағының орнына қант қоссаңыз да өз еркіңізде. Менде осындай қант ұнтағы болды. Енді ұнымызды салып, үстіне қопсытқышымызды салып, бір келкі қып лопатканың көмегімен жасаймыз. Ұнның түйіршіктері жазылғанша осылай лопаткамен істеген жақсы. Одан соң арман қарай өз еркіңізде қолмен жасап қамыр илейтін боламыз. Ішіле қатты қою болмауы керек қамырымыз. Насаткамыздың басынан өту үшін сәл сұйықтау масса болу керек. Міне осындай масса. Барлық керекті ингредиенттердің барлығы астында жазулы. Енді осындай менде осы форма кондитерский мешокқа құйып, осылай насатканы басына салып, пергаменттің үстіне печеньелерімізді құятын боламыз. Осы кезде пешімізді қыздырып дайындап қоя береміз. Сәл күш керек енді бұл нәрсені жасауға. Өйткені қамырымыз шамалы тығыздау болғаннан кейін насаткадан өтуі қиын болады. Барлығын осылай жасап, қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп аламыз. Міне бізде осындай қып-қызыл әдемі болып шығады. Печеньелеріміз өзіңіздің еркіңізде үстіне осындай қант ұнтағын сеуіп, балапандарыңызға берсеңіз, қуана жетім болады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.